шырайлы Шу қаласында өздеріңізбен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Осыдан 1300 жыл бұрын ежелгі жібек жолы Қытай өркениетін орталық Азия өркениетімен тығыз байланыстырды. Жібек жолындағы маңызды аялдама ретінде Қазақстан шығыс пен батыстың сауда және мәдениет алмастыруына үлкен үлес қосты. Ал бүгін сол ескі тарих қайта жаңғырғандай. Атап айтар болсақ, 21 ғасырдағы бір белдеу, бір жол стратегиясы осы тарихи үрдісті қайта жандандырып, Қытай мен Қазақстанға дамудың жаңа мүмкіндіктерін алып келді. Мен ең әуелі Сәйи компаниясының атынан сіздерді ыстық ықыласпен қарсы алатынымды және құтты қадамдарыңыз үшін шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі іргетасын қалау рәсімі жобаның ресми іске қосылуының куәсі болып қана қоймай, бәрімізге жаңа үміт, ұзақ мерзім жұмыс істейтін сенім сыйлап отыр. Біздің тарапынан қолдауменен күш-жігерінің арқасында Сәйи компаниясы завод құрылысы мен жергілікті құрылыс жоспарын кестеге сәйкес аяқтап, Қазақстанның жаңа энергиясын дамытуға, сонымен қатар қоршаған экологиялық ортаны қорғауға оң үлес қосады деп сенеміз. Жетекші қонақтарымызды әуелі таныстырып өткіміз келеді. Тамыншы Хасакыстан共和国 江波尔州州长 Калашукаев Ербау сеншаң. Ең әуелі Жамбыл облысының әкімі Ербол Шырақбайұлы Қарашукеев мырзаны сіздердің ыстық ықыластарыңызбен қарсы алғымыз келеді. Хош келдіңіз. 欢迎您的到来。中国驻哈萨克斯坦总领事馆总领事蒋薇女士，欢迎您的到来，也非常荣幸再次能见到您。Қытай Халық Республикасы Алматы қаласының бас консулы Жаң Вэй ханым, Самлук қазына тизин董事会主席Саку Пофу Нуарлан сеншің, Самұрық қазына Ақы директор кеңсесінің мүшесі басқарма төрағасы Жақыпов Нұрлан Қарашағұлұлы қарсы аламыз. Ашылу салтанатының алғыс сөзін Жамбыл облысының әкімі Ербол Шырақбайұлы Қарашукеев мырзаға бергіміз келеді. Жібек жолы арнайы экономикалық аймағында іске асырылып жатқан жаңа жобаларға инвестициялық преференцияларына толық көлемде қолдау көрсетіледі. Олар корпоративтік табыс, жер, мүлік салығынан және шетелден құрал жабдықтарды тасымалдау барысында баж салығынан толығымен босатылады. Бұл инвесторлар үшін үлкен жеңілдік деп санаймын. Қадірменді көпшілік, жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен үшін Самұрық қазына қорының және Сәйи компаниясының басшылығына алғысымды білдіремін. Баршаңызға еліміздің игілік жолындағы бірлескен іске сәттілік пен табыс тілеймін. Құтты болсын. Рахмет. Біз үшін үкіметтің күшті қолдауын және Сәйи компаниясына деген сенімін сездіртеді. 那么接下来让我们有请三一集团董事、执行总裁、三一重能董事长周福贵先生上台致辞。Енді сахна төріне Сәйи компаниясының төрағасы周福贵мырзаны шақырамыз. 去年5月，中亚峰会在托卡耶夫总统的见证下，三一重能与哈萨克斯坦能源部、萨姆鲁克基金会以及中电国际签署了合作备忘录。 致力于开创新能源制造中亚新高地。 Біз Сәйи компаниясымен бірге жел электростанциялары үшін компоненттер шығаратын завод саламыз. Жобаның жалпы құны 114 миллион ақш долларын құрайды. Оның пайдасы көп. Біріншіден, 100-ден астам жаңа жұмыс орны ашылады. Екіншіден, 90 миллион ақш доллары көлемінде тікелей шетел инвестициялар тартылады. 中国驻阿拉木图总领事馆领事蒋薇女士, Жамбыл облысының әкімі Ербол Шырақбайұлы Қарашукеев мырза, Қытай Халық Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы Жаң Вэй ханым, Сәйи компаниясының төрағасы Чжоу Фугуй мырза және Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің орынбасары Бақытжан Ильясов мырза, Самұрық қазына өңдеу төрағасы Мәулетов Данияр Нұрланұлы және Самұрық энергиясының басқарма төрағасы Мақсатов Қайрат Берікұлы, сіздерді сахна төріне шақырамыз. Қанекей.
Ал енді Нұрлан мырза өзіңізді завод құрылысының ресми басталғаны туралы хабарлауыңызды өтінеміз. Бір қадам алға басып, заводтың іргетасын қалауыңызды шын жүректен сұраймыз. Осындай бір әдемі сәтті әрине фотоға түсіп естелікке қалдырып алғаныңыз жөн деп сұраймын. 这么美好的时刻，我们必须拍照留念。感谢你们。华舒卡耶夫伊尔包先生来填第一铲土。Қымбатты қонақтар, Жамбыл облысының әкімі Ербол Шырақбайұлы Қарашөкеев мырзаны бірінші топырақты толтыруға ұсыныс етеміз. Көптен көп рахмет, іске сәттілік.能源结构优势，持续推动能源转型，减少对